Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар, отандастар, туыстар, бауырлар, жерлестер. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінгі көтеріп отырған сауалым тағы да сол Назарбаевтың жыры. Осы ресейліктер біздің елге кіре бастаған кезде бір жаңағы журналист жігіттің сұхбатын көргенмін. Біздің әр салада жасайтын мамандардан сұхбат алып жатты. Олар қалай қарайды екен мынау ресейліктердің кіріп жатырғанына деп. Солардың ішінде біздің бір қазақ қандасымыз айтишник дейді. Енді айтишник деген сол жаңағы компьютер мамандары, сол саладағы жұмыс істейтін балдар. Оның ішіндегі бұл хакері екен. Енді хакері былай жалпылама сөзбен айтқанда, бәріңіз де білесіздер, а былай енді жалпы қазақи сөзбен айтсақ, енді компьютердің шпиондары. Сол жігіт жаңағы мақтаныш қып айтып отырды, біздің қазақстандық хакерлар мықты хакерлар деп. Сол кездерде жаңағы соғыс болып жатырды. Соны біз қазір мына хакерлар Ресейдің, Украинаның, қазақтың хакерлары бәріміз бірігіп жұмыс жасап жатырмыз, бәріміз бір-бірімізді көріп отырамыз деген сияқты. Бұны неге айтып тұрсын дейсіздер ғой? Қазір түсіндіремін аяғында бұл туралы неге бастағанымды. Мынау қазір кеше күннен бері айтып жатырғаным, елдің де аузында жүрген мынау жаңағы елбасы деген статусты алып тастап, Назарбаевты жаңағы алғашқы қазақ елдің қалаушы деп, егемендігімізді алып берді деп, сөйтіп заңды түрде конституцияға кіргізіп, оның мынау жалақысының 85%-ын өмір бақи өле-өлгенше төлеп, одан қалды отбасы мен бала шағасын бәрін бағатыны жайында заңды қабылдамақшы. Енді мынаны қараңыздар. Қазір тағы да Тоқаевты жақсы қылып, халыққа жақын қылғысы келіп айтып атқан жаңағы шабармандарының сөзі Тоқаев айттымыз. Бұны біз жаңағы Назарбаев кезінде бәрін парламентпен ғана, мәжіліспен ғана шешіп еді, а енді мен жаңағы референдуммен, халықпен келісіп қана шешемін дегенді жалау қылып, кәдімгідей бәр жерде ойбайлатып айтып жатыр. Бұны көрдіңіздер ме? Бұған дейін бұның елбасы статусы мынау біздің конституцияда болғанымен, мүмкін оның Қазақстанның ішінде, жаңағы, қалай айтсам екен, Қазақстанның ішінде жүре берсе, оның жаңағы заңды жүзінде шығар өздеріне. Ал бірақ мынау шетелге шықса, жан-жаққа шықса, ол статустың бәрі ойнамайды. Бұлай айтқанда, оған ешкім қарамайды. Ол сенің ішкі саясатыңдағы. Егер мұнай уже ендігі күні осы кезде дәлелденіп тұрған бәр ұрлық қарлықтары дәлелденіп тұрған шетелде Назарбаевты ұстаған кезде ондай елбасы, селбасы деген статусына қарамайды. Сол үшін бүгінгі мынау Тоқаевтың сұрқия саясаты жасап отыр. Бұны өздері оны халықтан сұрамай-ақ, ештеңкені деп халықпен есептеспей-ақ, бұрынғыдай Назарбаев сияқты парламентпен, мәжіліспен шеше салар еді. Бірақ міне халықсыз, халық қолдамайынша, ол заң шет елдерде еш жерде заңы жоқ оның. Сол үшін де бүгін міне алдаусыратып, мен өзім қабылдамай, халықтың қалауымен халықты тыңдап барып, соған референдум жасап, сол арқылы ғана бұны қабылдаймыз деп міне алдаусыратып жатыр халықты. Халықсыз ештеңкені шеше алмаймын деп. Біздің халықтың көңіл күйін өздеріңізде білесіздер. Мен сізде сайлап алар, мен сізде жасай салар деп қалатын қара көздеріміз олар бар. Менің бәрібір сөзім о жерде жүрмейді деп. Дұрыс айтады. Он жерден сен оны барып сайлағаныңмен сайлаудың түрін көріп отырмыз. Ал мынау референдумды енді бұлар онлайн жасамақшы, компьютер жүзінде. Сол кезде бұлар не істейді? Бағанағы айтқан хакерді не үшін айтты деп отырсыз ба? Міне Қазақстанның хакерлары мықты, шпиондары. Ертең күні сіз келдіңіз, келмедіңіз, қандай жауап бердіңіз, бәрін соның қолдан жасайды да,
соны заңдастырады, сөйтіп біздің ата заңымызға президентті енгізеді. Сол кезде бұл деген тайраңдап әлемнің қай бұрышында болса да жүратын құқығы болады, сол ақшаны жұмсап. Өйткені халық солай шешті, референдум солай шешті демекші. Көрдіңіздер ма, қандай бұлар мына Тоқаев өзінің жаңағы биліктегі отырған шабарман жалбақбайларымен жасап отқан айла әрекеттері. Көрдіңіздер ма, сол кезде бұлар Тоқаев билік мынау Назарбаевтың бәр ұрлаған қарлаған заттарының бәрін национализация жасайды да, конфискация емес, национализация жасайды. Заңды жүзінде халық бұны конституцияға кіргізіп тұр. Көрдіңіздер ма? Сонда бұл тайраңдап, қалай бұрын қанымызды сорды халықтың, солай әр қарай өлгенше тайраңдап жүрмекші. Мына биліктің бар арманы осы. Ал мына біздің мақтанып отырған Қазақстанның хакерлары мықты деп мақтанып отырған мына балдарымыз, сол кезде Ресейден келген сондай компьютер жағынан айтишник балдарға қалай қарайсыз деген кезде қуана-қуана қарсы аламыз, бізде қазір жұмыс көп деді. Ал сол айтишниктардың жұмысын біздің қарагөз істей алмайды деп кім айтты? Қаншама жастарымыз жүр, талантты, дарынды. Неге соны үйретпейсіңдер? Неге соны отырғызбайсыңдар? Халқына жан ашитынды. А жоқ, сендер қайдағы бір Ресейдің оккупант елінің балдарын жұмысқа қуана-қуана алып жатырсыңдар. Өз жерде ол айтишникті, компьютердің жаңағы отыратынды диссертация қорғаудың қажеті жоқ. Міне базовый болса, кнопканы басып білсе болды, а оны үйрету оп-оңай. Мын жақтағы Америкадағы қанша компаниялар, Google'ың бар, басқаң бар, солар жалдайды адамдарды, өздері үйретеді, өздері жұмыспен қамтамасыз етеді. Сол адам өзі әр қарай сол жерде жұмыс істеп жүріп, өзі дамып, өзі әр қарай алып кете алатын болып, бөлек кеткісі келсе, емін еркін жібере қояды, басқасын алады. Көрдіңіздер ма? Міне қалай жұмыс істеу керек, қалай халықты жұмыспен қамтамасыз ету керек. Міне керек болса. Ал үкімет мынау сол жаңа хакерларға, халықтың аузынан жырып алған, халыққа қимай отқан ақшаны сол міне хакерларға, компьютерный жаңағы шпиондарға соны аямастан төлеп отыр. Өйткені бұлар мына ұры жүйеге жұмыс істеп отыр. Көрдіңіздер ма, халқым? Қалғып мүлгуге болмайды. Ертеңгі күні мынау референдумды бұл айтты ма, енді жасайды бұлар. Жасаған кезде сіздердің атыңыздан, басқаның атынан бәрін жаңа хакерлар отырып сайлайды. Сондай болмас үшін сақ болыңыздар. Өздеріңіз бәрін тексеріп, өздеріңіз бәр жерді тексеріп жүріңіздер. Дауыстарыңыз оған кет қалмасын. Міне референдум арқылы қабылданды деген сөз, өгізде ол заңды жүзінде жер бетінің әр жерінде еркін жүреді. Қазақтың ақшасын рахаттанып, шашып, соны ішіп жеп. Сол халқым. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Алға Қазақстан.